Какой кошмар! Балалармен қыдырып жүргенбіз. Қараңыздар, қандай лас байқұс аққулар қалай өмір сүріп жатыр. Кеңбабада демалып жүрген қала тұрғындары субұрқаққа зең басып кеткен айтып арнамызға хабарласқан болатын. Айтуынша онда шыққан аққулар өлген кептердің денесімен қоректенген, ал келушілер болса судың бірнеше күннен бері тоқтап тұрғанын айтады. Суын тоқтатып қойды, уже 2-3 күн болып қалды да маған. Суын жауып қойды. По-моему, өзереге су алады. Акиметтен келіп, өздері қарайды не водопадтың суыға. Нужно ухаживать просто. Негізі аққуларға тамақты келушілер бергені дұрыс емес. Құстар басқаша тамақтанады. Оны парк өздері толық тамақтандыру керек. Бұлай тұрғаны дұрыс емес сияқты. Тұрғындар арызы негізінде демалыс аймағына барған түсірілім тобы аққудың өте таяз суда жүргеніне куә болды. Ондағы су жүзу былай тұрсын жай аяқпен жүруге де әсер етеді. Экобелсенділердің пікірінше, егер парк құстарға табиғи ортаның жағдайын жасай алмаса, оларды басқа орынға көшірген дұрыс. Құстарға, аққу құстарына егер жағдай жасай алмаса, енді табиғи жағдай жасалай ма әлбетте, бірақ сол табиғи жағдайға жақын жағдай жасап олардың ең бірінші азығы, одан кейін қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмаса, оны басқа орынға ауыстыру керек. Енді бұл құстар табиғи ортада өмір сүре алмайды, олар енді қолға бейімделген дәл қазіргі таңда. Сол себепті бұл Кеңбаба паркіндегі бұл аққу құстарын басқа жаққа ауыстыру бойынша бір ұсыныстар беру керек сияқты. Қазір демалыс орны жекеменшік кәсіпкердің қарамағында. Шымкент қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы 2010 жылдары жекешелендіру кезінде парктың баланстан алынғанын айтады. Біздің мәліметке сәйкес, Кеңбаба паркі 2010 жылғы жекешелендіру шартына сәйкес қала әкімінің қаулысымен жекеменшікке берілген. Барлық ол жерде құрылыстың барлығы жекеменшікте. Мемлекеттің балансының музейі ғана бар. Музей ол мемлекеттің меншігінде. Қалған жердің барлығы құрылыстар, ғимараттар, аттракциондардың бар жекеменшікте. Бұл жерде өзінің жауап беретін басқармалар бар, яғни жайлы ортаны дамыту басқармасы бар, яғни сол жердегі көгалдандыруға, жалпы жай күйіне бәріне қарайтын. Сол басқарма, одан кейін бағана СЭС дейміз ғой, СЭС санэпидемиологиялық станция, солар мысалы барын қадағалау жасау керек. Ал демалыс орны әкімшілігінің айтуынша мұнда су жинайтын құрылғы қауланған. Соның салдарынан паркке 5 күн бойы тіршілік нәрі жеткізілмепті. Ал субұрқақ бірер күннің ішінде көгеріп үлгерген. Демалыс орны директоры субұрқақтың тазалығына жауап беретін мердігер мекемемен хабарласа алмай бірнеше күн жүріп қалғандығын жеткізді.